Anasım. Ау kızım. Siz ne жасайын деп жатсыз? Келе ғой kızım. Kızım, мен қазақтың ұлттық бас киімі тақия жасайын деп жатырмын. Сізге көмектесем болады ма? Болады kızım, әрине болады. Тақияға жасау үшін бізге керек заттарды айтып шығайын, ә? Бізге барқыт мата, қазақтың ұлттық үкісі, ою, мойыншақ керек, сосын қайшы. Ал осы оюларды жабыстырып шығу үшін бізге ыстық желім керек. Қызым, сен маған көмектесесің ба? Әрине. Онда сен маған мына домалақты кесіп бере ғой. Кесе ғой қызым. Қызым, Ау. тақияны 3 жастан бастап киген қыздар. 18 жасқа дейін киген. Тақия 2 түрге бөлінеді. Ұлдардыңқы және қыздардыңқы деп. Қазір біз қыздардың бас киімін жасайын деп жатырмыз тақиясын. Тақия жасайын деп жатырмыз қызым. Болдың ба? Ой, жарайсың қызым. Сізге өлең айтып берсем бола ма? Болады қызым. Кәне, сенің әніңді тыңдап, мен тақияны жасап шығайын. Anasım, ana, güzelim sağlam, telinde ağlam, akılda boğulam, kozasa anasım, komodım panasım, kozasa anasım, anasım. La la la, 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 la la la. Ой, жарайсың қызым. Әнің өте әдемі екен, маған қатты ұнады. Қызым, міне біздің де тақиямыз бітуге таяп қалды. Енді үкісін жабыстырамыз қызым, я? Сен үкісін ұстай ғой. Үкісін ұстай ғой. Басыңдан шешіп, сенің басыңа тегісіп көрейік қызым. Тура сенің басыңа тура келді қызым. Назарларыңызға рахмет. Қызымыздың екеуміздің жасаған қолөнеріміз.